балалар? Сәлеметсіңдер ме? Қош келдіңдер балалар. Шаттық шеңберімен бастайық бүгінгі оқу әрекетімізді. Ал қолымыздан ұстаймыз. Қуанамын мен де, қуанасың сен де. Қуанайық достарым, арайлап атқан күнде. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біз оқу әрекетімізде көктем келді тақырыбымен танысамыз. Балалар, қазір жылдың қандай мезгілі? Көктем мезгілі. Дұрыс айтасыңдар, көктем мезгілі. Көктем мезгілінде балалар, ауа райы қандай болады? Ауа райы күн жылына бастайды. Құстар, жылы жақтан ұшып келеді. Балалар, кәне барлығымыз экранға назар аударайықшы. Табиғатта қандай өзгерістер болып жатыр балалар? Қар еріп жатыр, иә балалар? Құстар не істеді? Жылы жақтан ұшып келе жатыр. Қараңдаршы балалар, жерден қандай гүл өсіп шығып келе жатыр? Қардың үстінде қандай гүлдер өсіп тұр? Бәйшешек, дұрыс айтасың, бәйшешек өсіп келе жатыр. Балалар, бұл қандай мезгіл? Көктем мезгілі. Өте жақсы, көктем мезгілі екен балалар. Көктем мезгілінде қар ери бастайды, күн жылына бастайды, ағаштар бүршік атады. Солай ма балалар? Жарайсыңдар. Суреттерге мұқият қараймыз. Қазір көктем мезгілі балалар. Бұл жерде көктем мезгілінің белгілері, көктем мезгілінде атқаратын еңбектер, көктем мезгілінің мерекелері, бізде көктем мезгілінің 3 айы туралы мәлімет береді. Қандай құбылыстар, өзгерістер болады екен? Ағашқа қараймыз. Ағашта қандай өзгерістер бар? Бүршік атып, ағаштар гүлдеп жатыр ма балалар? Көктем мезгілінде ағаштар гүлдейді екен. Қараңдаршы балалар, қардың астынан не шығып жатыр? Бәйшешек, гүл шығып жатыр, иә балалар? Көктем мезгілінде күн жылынып, ағаштар гүлдеп, бәйшешек гүлдер өседі. Балалар не істейді? Егістікке дайындайды екен балалар. Көктемдегі еңбекке қараймыз. Балалар үлкен ересек адамдарға көмектесіп жатыр. Не істеп жатыр балалар? Жерді құмалап, егістікке дайындап жатыр. Гүлдер егеді, әртүрлі жемістер егеді көктем мезгілінде балалар. Мұнда екі баланы қарайықшы. Ат қояйықшы кәне осы балаларға. Бейбіжан мен Айтөре құстарға ұя жасап жатыр ма? Жарайсыңдар, ұя жасап жатыр. Өте жақсы ай бар екен балалар. Қараңдар, 3 ай бар көктем мезгілінде. Наурыз, сәуір, мамыр. Қайталаймыз, неше ай бар екен? 3 ай бар. Наурыз, сәуір, мамыр деген міне балалар. Наурыз айында қар еріп, күн жылына бастайды, ағаштар бүршік атып, жерде бәйшешектер өседі екен. Сәуір айын қарайықшы балалар. Қар еріп, күн жылына түседі, жылғалардан су ағып, балалар қуанады екен. Ал мамырда балалар қандай болады екен? Ағаштар гүлдеп, айнала әсем күйге енеді екен. Ұнай ма балалар көктем мезгілі сіздерге? Жарайсыңдар. Балалар қараңдаршы, көктем мезгілінде сонымен қатар мерекелер өте көп болады екен. Қандай мерекелер тойлаймыз, есімізге түсірейікші. Көктемнің алғашқы күнінде біздер не істейміз бір-бірімізге? Алғыс айтамыз ба? Алғыс айту күні болады екен балалар. Содан кейін қандай мереке болады? 8 наурыз аналар күнін тойлаймыз. Солай ма балалар? Жарайсың, өте көп мерекелер бар екен. Сәуір айында біздер қандай мереке тойлаймыз? Ғарышкерлер күнін тойлаймыз. Жарайсың, мамыр айында 1 мамыр достық күнін тойлаймыз. Солай ма? Жарайсыңдар. 9 мамырда не тойлаймыз? Жеңіс күнін тойлайды екен. Жарайсыңдар балалар. Нақ келген секілді. Қараймыз кәне бәріміз. Сәлем балалар, мен сендерді сағындым. Сәлеметсің бе көктем аруы? Мен келгенде табиғатта қандай өзгерістер болады? Қар
Қандай гүлдер өседі? Бәйшешек гүл өседі. Адамдар жылы күйіне бастайды, күн жылына бастайды, иә балалар? Күн мезгілі туралы тақпақтар білеміз бе? Ал айта ғой, Айтөре айта ғой. Көктем кетті далаға, көктем кетті қалаға, қара үріп гүл болып, суы састы. Айнала. Жарайсың, Айтөре. Ойын ойнағылары келе ме бізбен бірге? Көңілді. Тапсырмалар орындаймыз. Гүлдің күлтешелерін естиміз. Толықтырып жасаймыз. Қане балалар, көрдік па? Не осылай? Жастырамыз. Осыны жасаймыз. Түрлі түсті гүлдерді аламыз. Оларды құрастырамыз. Жиынтығы шығын керек. Көрсетеміз. Гүлімізге әртүрлі гүлдің күлтешелерін алып жабыстырамыз. Балалар, жұмысымызды аяқтадық па? Ал Айтөре айта ғой, не жасадың? Гүлдің түсі қандай? Қызыл. Жапырақтары қандай? Гүлді немен жасадың? Емек сазбен жасадың. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Жұмысымызды аяқтадық па? Ал айта ғой, қандай гүл жасадың? Жапырақ жасадың. Сосын жасадың ба? Ебжан, саған сары түсі ұнай ма? Жарайсың, көрсетші жасаған гүлді. Өте жақсы. Бұл гүлді кімге сыйлаймыз? Анамызға сыйлаймыз. Жарайсың, өте жақсы. Жарайсыңдар, өте керемет. Тапсырманы жоғары деңгейде орындадыңдар. Балалар, енді біздер бір сергіп, ойын ойнап алсақ қалай қарайсыңдар? Ойын ойнағыларың келе ме балалар? Жарайсың. Кеттік онда ойын. Қазір мен ойын шартын түсіндіріп жіберейін. Мына текшені мен қазір жерге лақтырам. Сол кезде қандай сурет түседі? Беткі бөлігіне. Сол балалар бір аттам істеп суретке секіреміз. Жарайсың Айтөре. Түсінікті ма балалар ойын шарты? Ал ендеше бастайық. Қандай сурет түседі екен? Гүл түсті. Аягөз секіреміз. Жарайсың. Кеттің жолы болғыштығын анықтаймыз. Күн. Жарайсыңдар. Бұлт. Жарайсың. Құс. Барлығымыз бір-бір ұпайдан жинадық балалар. Гүл. Кім жылдам келеді екен мәреге? Құс тағы да секіреді. Жарайсың көзай. Бұлт. Жарайсың. Айтөре мен көзай жеңімпаз болып келе жатыр. Күн секіреміз. Жарайсыңдар. Қарайсың. Бұлт секіреді. Жарайсың. Осы ойынның жеңімпазы біздің Айтөре болды. Жарайсың Айтөре. Өте жақсы. Балалар, ойын ұнады ма сіздерге? Жарайсыңдар. Қазір тағы да ойнаймыз. Бүгінгі оқу әрекетімізді қорытындылайық. Бүгін біздер қандай тақырыппен таныстық? Біздерге кім қонаққа келді? Көзай, бүгін қандай тақырыппен таныстық? Көктем. Жарайсың. Көктем мезгілінде қандай өзгерістер болады Айтөре? Құстар дауыс ақтасып келеді. Жарайсың. Бейбіжан, көктем мезгілінде қандай өзгерістер болады? Құстар жыл жақтан ұшып келеді, күн жылына бастайды. Сосын Бәйшешектер өседі. Кім қонаққа келді? Көктем ару қонаққа келді, иә балалар? Біздер не істедік балалар? Ойын ойнадық па? Жарайсыздар, ойын сіздерге ұнады ма асындар? Бүгінгі ойынның жеңімпазы кім болды? Айтөре болды. Балалар, қандай тапсырмалар орындадық? Тапсырмалар сіздерге ұнады ма? Қызықты тапсырма болды ма ішінде? Жарайсыздар, ермек сазбен не жасадық? Гүлдер жасадық. Гүлдерді не істедік? Қағаздан құрастырып, үйрендік. Солай ма балалар? Сонымен қатар не істедік? Гүлдің күлтешелерін жапсыруды үйрендік балалар. Бүгінгі оқу әрекеті сіздерге ұнады деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
қарайсыңдар балалар.